тілдік бірліктерді, яғни тілдік талдауларды мәтінде қалай талдау керек, грамматиканы мәтінмен қалай байланыстыру керек, сол туралы лексиканы, морфология, синтаксисті, кімнің Ахметованың мәтін лингвистикасы оқу әдістемелік құралынан алынған еңбек. Қазіргі кезде мәтін лингвистикасы бойынша біраз стилистика бойынша кітаптарды ақтарып қарасаңыз, ресурстарды, соның ішінде Ахметованікі түсініктірек және мектепке жақындау жақсы. Сол себепті осы кісінің еңбегін алдым. Тілдік белгіні ең бірінші мағыналық жағынан түсіндіріп аламыз. Өзі бұрында мектепте оқып жүрген кезде де мағыналық тұрғыдан түсіндіретін едік қой. Бірінші оқушыға мағыналық тұрғысын түсіндіретінбіз, одан кейін жасалу жолын түсіндіретінбіз, ол қалай жасалады, негізгі түбірлерден, туынды түбірлерден жасалатынын, содан кейін барып оны сөйлем құраттыратынбыз, сол үстеулерден сөйлем құра, етістіктерді қатыстырып сөйлем құра деп, туынды сын есімдерді қатыстырып сөйлем құра деп солай болатын. Сосын туынды сын есімдерді тап, өз есімдіктерді тап деп таптыртып, одан кейін ол сөйлемде қандай мүше қызметін атқарып тұр деп сөйтіп оқытатынбыз. Соның бәрі дұрыс біздікі. Соның бәрі солай дұрыс оқыттықтағыны, сонда біз тек қана мынаны қарастырмаппыз ғой. Не үшін сын есім осы сөйлемде не үшін тұр, қандай мына мәтіннің мағынасын түсінуге қандай қызмет атқарып тұр дегенді ғана талдатпаппыз. Қазіргі кезде біздікі сол бұрынғының барлығы қалды, соған тек қана сол кез келген тілдік белгіні автор не үшін қолданды деген сұраққа жауап бергізіп отырсаңыздар болды. Сұрап отырған сол қазіргінің. Енді сонда әріптестер ойлайды, біз грамматиканы қалдырдық, грамматика қазір қажет емес болып қалды деп. Керісінше грамматика өте бұрынғысынан да қатты қажет, және оның үстіне жаңағы автор не үшін қолданды деген сұраққа жауап беріп, соның қолдану мақсатын, семантикалық мақсатын нетіп талдатуымыз керек оқушыға. Енді мына жерде Ахметованың өзі де мысал келтіреді. Әрқайсысына қыстырма сөзге, шылауларға мысал келтіреді. Соның ішінде қазір біреуін бөліп аламыз. Мен оны құжаттан ашайын. Мына бірінші нұсқасы. Бірінші нұсқа. Бұл ғалымның талдауы. Жақшаның ішіне жазып қояйық. Ғалымның талдауы. Ғалымның талдауы. Біздің барлық қолданып жатқанымыздың барлығы осы ғылыми еңбектерді оқушыға ыңғайлап алып келіп жатырмыз біз. Мақсатымыз сол. Енді мынау екінші нұсқа, бұл оқушыға ыңғайланған. Міне. Екінші нұсқа. Оқушыға ыңғайланған талдау. Міне екінші нұсқасы. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Сонда сіздер мына бірінші нұсқасында талдатудың қажеті жоқ. Осындай ұзақ сонар шұбыртпалығып. Балаға, мысалы, шылауды өтіп жатсыз ба? Шылаудың сөйлемдегі қолдану мақсаты алыңыздағыны болды. Мынадан кейін қойып түсінікті болсын. Мысалы, оқушыға сіз шылаудың сөйлемдегі қолданылу мақсатын үйретіп жатырсыз, сонда мына ғалымның талдауы сияқты тереңдетіп, былай шұбыртпалы қылудың қажеті жоқ. Шұбыртпалы болудың қажеті жоқ, осылай. Мынандай ғана шағындап қана, ықшамдап қана бірінші тілдік белгіні таптырып, одан кейін оның не екенін, мысалы, себебі бала атап тұр, оның қай тілдік белгі екенін, міне шылау деп атап тұр. Міне шылау екенін атап тұр. Не үшін қолданған? Міне себебі, міне мына жерде себебін айқындау үшін қолданған. Қызметі, қолдану мақсаты. Осыларды таптырсаңыз болды. Сұрақтарыңыз бар ма?
WhatsAppқа жібересіз ба? Кейін жазылғанын. Қазір жіберем. Енді қараңыздар. Жаңағы сөйлемді жібердім ғой. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Мына осы мен жаңа оқушыларға қалай ыңғайладым? Сіздер де оқушыға ыңғайлап осылай беруді қалай бірінші өздеріңіз түсінулеріңіз керек ол үшін. Міне осыны оқушыға ыңғайлап беріңіздер. Тапсырма. Талдаудың оқушыға ыңғайланған нұсқасын шығару. Мінекей. Ыңғайланған нұсқасын шығару. Қазір бір 5 минут уақыт. Бұл жерде де тілдік бірлік шылауды табамыз ба? Иә, мұнда бірақ шылауын талдаған ғой. Бірақ шылауын. Біз жаңа себебі деген шылауды талдағанын өзіміз оқушыға осылай ықшамдап алдық қой. Енді тура сіздер, мен жаңа ықшамдап берген сияқты, өздеріңіз осылай мысалы ғалымның еңбегіндегі бірақ шылауының талдауын оқушыға қалай ықшамдап берер едіңіз, қалай үйретер едіңіз, сол нұсқасын шығарыңыз. Өзіңіз істеп көріңіз қазір. Сонда сізге түсінікті болады. 5 минут уақыт, 5 минут жетеді деп ойлап тұрмын. Мінекей, мынау менің нұсқама қараңыздар қазір. Мен нұсқама қарап отырып шығарсаңыздар болады. Мен оны неге ашып қояйын, мына демонстрацияда. Мінекей демонстрацияда тұр. Осыны үлгіге алып отырып орындаңыздар. Сөйлемдер арасында қарама-қарсылықты мағына бірақ шылауы арқылы берілген. Ол сөйлемдегі, енді айтыңыз. Арғы жақсы келе жатырсыз, ол жалғас. Тағы уақыт керек па, әріптестер? Мен оқып көрейінші? Аға, оқыңыз. Бірақ шылауы қарама-қарсылық мағынаны, әлемдік сахнаны дамытып, жаңғырта ала алмай жүргенімізді көрсетеді. Қалай болады? Бұлай деңіз, алдында ойды қалдырып кеттіңіз, қай ойға қарама-қарсы екен? Қай ойға қарама-қарсы екен? Қараңызшы, мына жерде айтады қарама-қарсы екен. Қараңыз, мінекей. Сөйлемде тұр. Сөйлемде былай дейді. Қоямын. Сана сахнада о баста болған дейді. Осыған қарсы болып тұр ғой. Сахналық төмен. Саналық төмен емен. Иә. Сананың сахнада о баста болғанын, бірақ оның қазіргі қаншалықты өз деңгейінде дамымай жатқанын жеткізу үшін. Алдында сөйлем тастап кеттім. Иә. Қай ойға қарсы болып тұрғанын қалдырып кеттіңіз. Жақсы. Қазір қосам.